Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін біз лимоннан жасалған денсаулығымызға пайдалы варенье жасаймыз. Ол үшін бізге лимон және бал қажет. Лимонымыздың ортасын кесіп, ортасындағы дәндерінің барлығын алып тастаймыз. Осы дән вареньеға кетпеу керек. Егер кетсе, вареньеларымыз ашты болып қалуы мүмкін. Сол үшін мұқият барлық дәндерден тазартып аламыз. Тазарған лимондарымызды енді біз ет тартқыштан өткіземіз. Осы варенье денсаулығымызға пайдалы, әсіресе тұмау, суық тиген кезде қолдансаңыздар болады. Барлығын ет тартқыштан өткіздік. Енді біз осы лимонымыздың үстіне балымызды саламыз. Балдың орнына сіздер қант салсаңыздар болады, ал егер бал қоссаңыздар, оның пайдасы да тиімдірек болады. Балымызды салып, араластырамыз. Бал ергенше біраз уақытқа қойып қоюға да болады. Және осылай араластыра отырасыздар. Балымыз толықтай еріді. Енді осы вареньеларды біз тоңазытқышта сақтаймыз. Ол үшін осындай банкаларға құйып, бетін жауып, тоңазытқышқа қоямыз. Осындай үй жағдайында дәмді, денсаулығымызға пайдалы варенье жасаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.